айтты. Кімнің кешірім бергені туралы? 16 жастағы балаға, мама, мына баланың біздің Шерзат қой өліп кетті. Енді қайтарып алып келе алмайтынымыз анық қой. Мына 16 жасар баланың өміріне біз балта шаппайық. Қолдан келгенше кешірім берейік, мама, мен кешірім бердім деді. Сотталушы ысқақты айтып тұрсыз ба? Сол менің айтайын дегенім, менің балам да, мен де бәрін де кешірдік. Алла кешірсін бұларды. Тек Алладан кешірім сұрасын. Бір Аллаға тапсырып қойыппын. Судья, сіз ақиқат осыларға өзінің нақты жылын кесесіз ба, кеспейсіз ба, қорғап алып қаласыз ба, жақтап қаласыз ба, ол сіздің ар-намысыңызға берілген дүние. Екінші, мен тек Аллаға ғана сендім. Өмірде айтылады ғой, Құдайдан тап деген қарғыс дүниеде жаман қарғыс екен деп. Себебі оның қайтып табатынын бір Алла ғана біледі. Мен бір Құдайға тапсырдым бәрінде. Өсіп өнер бар, өмір сүрер бар. Ата-аналар да қалегенше артымызда отырып, ананы мынаны шұқынып сөйлеп отыр. Бірақ мен сабырлыққа салып шыдап отырмын.